Ұлт денсаулығы мемлекеттің табысты дамуының кепілі. Осы орайда елімізде, соның ішінде өңірде медицина саласы қалай дамып жатыр? Ассалаумағалейкум ардақты әлеумет. Бағыт бағдар бағдарламасының бүгінгі санында осы тақырыпты арқау етеміз. Студия спикері, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тоқсан Ерлан Виленұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Ерлан Виленұлы, енді жауапты қызметке кіріскеніңізге көп бола қойған жоқ. Осы саланың дамуы үшін қандай бағыттарға басымдық беріп отырсыз? Енді медицина саласы өзіңіз білесіз, ауқымды сала. Сондықтан менің ойым бойынша медицина саласын дамыту үшін үш бағытқа көңіл бөлуіміз керек. Ол бірінші бағыт әрине кадр, маман мәселесі. Екінші бағыт ол заманауи қондырғылар, құрал жабдықтар, адамды емдеу үшін керекті. Үшінші бағыт ол жаңадан салынған заманауи емханалар мен ауруханалар, дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік акушерлік пункттер. Сондықтан осы үш бағытқа көңіл бөлеміз. Енді үш бағытты нақтылап бердіңіз ғой, жеке-жеке тоқталайықшы. Медицина саласында кадр тапшылығы ол өзекті мәселе ғой. Өңірде қалай шешіліп жатыр? Медицина саласында кадр тапшылығы бұл тек қана біздің облыста емес, енді бүкіл республикамыз бойынша өзекті мәселе. Соның ішінде оның медицина саласының жаңағы мамандары, олардың сапасы, білімі деген сияқты, соған көп көңіл бөлу керек. Енді біздің жаңағы жыл басынан бастап есептегенде 279 дәрігер маман қажет болатын жыл басынан бері. Енді сол бағытта жаңағы жұмыс жасап, біздің облыстық бюджеттен жаңағы дәрігерлерді ынталандыру бағытында бір жолы көтеремақы тағайындалған болатын. Ол мысалы алыс аудандарда, Жәнібек, Бөкейорда аудандарына, бұл жерден өте шалғай 530 километрде жатқан, оларға барған жаңағы мамандарға көтеремақы 5 миллион теңгеден. Онымен қоса үй беріледі аудан тарапынан. Енді жаңағы 300 шақырым, 250 шақырым жаңағы аумағында жатқан басқа аудандарға 2,500, қаланың айналасында аудандарға 1,500, қаладағыларға 1 миллионнан бір жолы көтеремақы. Енді облыс әкімінің тікелей қолдауымен, облыстық мәслихаттың шешімімен бекітілді. Сөзіңіз аузыңызда, және бұл 5 миллионмен шектеліп қалмаймыз деді. Болашақта бұны әрі қарай ұлғайтуды көздеп отыр, солай ғой? Өте дұрыс айтасыз. Өйткені енді алдағы жылдан бастап сонда шешім қабылданып отыр. Жаңа бұрынғы 5 миллиондар 8 миллион, 2,5 миллиондар 5 миллион, 1,5 миллиондар 2,5 миллион болып өзгереді. Сонымен қатар жаңағы резиденттердің оқуына стипендия бөлініп, биыл 18 адам әртүрлі бағытта резидентураға түсті. Сонымен қатар бакалавриатқа жаңағы 66 адамға кадр тағайындалып, оларды оқуға түсіп, жаңағы осының бәрі жаңағы болашақ біздің келетін мамандар үшін, келген мамандар үшін жасалып жатқан жұмыстар ғой. Мамандарды тарту бағытында, сосын Ерлан Виленұлы, мысалы Алматы қаласында болып, Ақтөбеде болып, сонда медициналық оқу орындарының шәкірттерімен жүздесесіздер ғой? Біздер жүздесеміз шәкірттермен, сонымен қатар жаңағы Ақтөбе, Марат Оспанов атындағы медициналық университет, сонымен қатар жаңағы Асфендияров атындағы, жақында біздің әріптестеріміз жаңағы бір группа топ құрылып, әріптестерімізден бас дәрігерлерден, олар Қожа Ахмет Яссауи атындағы жаңағы Түркістандағы университетке барып, сондағы медициналық факультетті бітіріп жатқан түлектермен кездесті. Енді мына қазір бір меморандумға қол қойғалы жатырмыз. Ол меморандумға қол қойылатын жағдайда сол жаңағы университеттің түлектері, резиденттері практиканы бізден өтеді. Ол практиканы бізден өтеді дегенде, ол 200 адамдай жаңағы дәрігер бізге келіп, өздерінің осында практикалық білімдерін шыңдайды, сонымен қатар жұмыс жасайды, халыққа көмегін көрсетеді. Ол үлкен бір жақсы ойымызға алып жатқан шаралардың біреуі. Ана шалғай аудандарға 5 миллион теңге көлемінде бір жолға көтерме жәрдемақы беріледі дедіңіз ғой. Енді тіпті нақты мысалдар қазірдің өзінде де жоқ емес. Өткенде Бөкейордасына облыс әкімі сапарлап ел алдында есеп бергенде соны мақтанышпен айтты. Бүгінгі таңда облысымызға 122 дәрігер келді, соның 50-ден жоғарысы аудандарда. Енді мысалы Жәнібек ауданының өзін ала кететін болсақ, бүгінгі таңда қателеспесем 5 дәрігер келді. Солардың бір жаңағы ерлі-зайып дәрігерлер, жаңағы Семей облысынан келді. Біреуі хирург, екіншісі эндокринолог. Сол сияқты жаңағы 4 дәрігер жаңағы Бөкейорда ауданына келді.
Бүгінгі таңда жаңа 9 дәрігер Казталов ауданына келіп жатыр, аудандық ауруханасына. Енді айта кетсек, Казталов ауданының ауруханасы бұл ауданаралық аурухана болайын деп жатыр. Ауданаралық аурухана дегеніміз не? Ол жерде инсульттік центр, ЧКВ центрлері болады. Сол жерде жаңағыдай жұмыс жасайды дәрігерлер. Ана медицинада алтын сағат деген түсінік бар ғой. Сол жаңа инсульт болған кезде сол Жәнібек, сол Бөкейорда, сол Жаңғала, сол жаңа Казталовкадан сол жерге жаңа сырқаттарды әкеліп, сол жерде емдейді. Енді қаладан шалғай жатқандықтан. Сондықтан ол жерге өте керек дәрігерлердің саны. Енді екінші бағыт ретінде заманауи озық технологиялармен жарақтандыруды айттыңыз. Өте дұрыс. Заманауи техникамен қамтамасыз ету керек. Өйткені көптен бері жаңағы біздің көп құрал-саймандар, заманауи қондырғылар өзгерілмеген болатын. Биыл біздерге республикалық бюджеттен және жергілікті бюджеттен бәрін қосқанда 5,5 миллиард теңге ақша бөлініп, оған 321 бірлік құрал-саймандар алынды. Қазір соның бәрін алып, қондырып, оқыту жұмыстары бәрі жүріп жатыр. Сонымен қатар жаңа заманауи қондырғыларды алуға биыл Қарашығанақ Петролиум оперейтинг компаниясынан жаңағы әлеуметтік міндеттемелер есебінен 25 миллиард 300 миллион теңге ақша жаңағы қаржы қарастырылып, оған жаңағы керекті құралдардың тізімі жасақталып, енді алдағы жылда пландап отыр. 24-ші жылда жаңағы бізге көптеген заманауи қондырғылар, құрал-саймандар алып беруді жағынан. Сонда біздің жаңағы мына айтып отқан екінші бағытымыз бойынша біздің барлық дерлік медициналық нысандарымыз заманауи қондырғылармен қамтамасыз етіледі. Заманауи қондырғылармен қамтамасыз етілген өз алдына, сосын оны мамандар да білуі керек қой. Бұл бағытта халықаралық мамандармен байланыс бар ма? Заманауи қондырғыны әкеліп орнататын адамдар, орнататын жаңа компаниялар, оның жаңағы міндетті түрде олар жаңағы мамандарды сол қондырғыларда қалай жұмыс жасау керек екенін оқыту процесі, сол жаңағы бөлінген қаражатқа ішінде отыр, сол жасайтын, көрсететін қызметі. Озық технологиялар өз алдына, одан бөлек материалдық техникалық базасы да жаңағыдай жедел жәрдем көліктері толықты. Енді мына біздің облыстық бюджеттен 1 миллиард 712 миллион теңге ақша бөлініп, жаңағы биылға 81 бірлік медик-санитарлық автокөліктер алынды. Енді олардың бәрі дерлік алынып болып жатыр қазір. Олардың барлығы әр ауданға 4 автокөліктен бөлініп берілді. Енді бұның өзі үлкен дерлік көмек деп есептейміз. Бірақ алдағы жылдарда бұл көмек жалғасын табады. Облыс әкімінің қолдауымен, мәслихаттың шешімімен бұл көмек әлде де жалғасын табады, өйткені қажеттілік бар әлі. Енді медициналық нысандарды жаңғырту жұмыстары да жүйелі жүргізіліп жатыр. Әрине, Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы біздің президентіміздің тікелей тапсырмасымен ауыл медицинасын жаңғырту ұлттық жобасының аясында біздер 2023 жыл мен 25 жылдың аралығында 50 медициналық нысанды жаңадан салуымыз керек. Биыл 23 жылы сол 50 нысанның 12 нысаны салынды. Салынып пайдалануға берілді 12 нысан. Бұлар фельдшерлік, олардың бәрі жаңа дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік, акушерлік пункт, жаңа медициналық пункттер жаңадан салынды. Жаңа заманауи қондырғылары бар. Сонымен қатар жаңағы біздерде 21 нысанда медициналық нысанымыз күрделі жөндеуден өтті. Бұған жаңағы ауыл ел бесігі бойынша 6, қалғандарын жергілікті бюджеттен 1 миллиард 700 миллион ақша бөліп, жаңағы күрделі жөндеуден өтті. Бұл банаға ауылдық денсаулық сақтау жаңғырту жобасынан бөлек? Ол бөлек, енді ол да бүкіл жаңағы ауылдық медицинаға бөлініп жатқан көңіл. Соның жаңағы аясында болып жатқан нәрселер. Үлкен жұмыстар осылай атқарылды. Әрине. Енді ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Профилактикалық іс-шаралар, алдын алу іс-шаралары қалай жүргізіліп жатыр?
Профилактика өте дұрыс айтасыз жаңағыдай. Ауырып ем іздегеннен ауырмайтын жол іздеу керек. Сондықтан мына қазір біздің мемлекетіміз үлкен көңіл бөліп профилактикаға жаңа көптеген қаражат бөлініп жатыр. Мысалы, сол ойлап қараған кезде біздерде мына скрининг тексерулерге тоқтап кетсек. Ол жаңа скрининг тексерулердің өзінде 60 мыңның үстінде адам мына қан тамыры, жүрек созылмалы ауруларына қарсы жаңағы солардың алдын алу, тексеру, алғашқы сатыда анықтау үшін скринингке сол биыл 60 мыңның үстінде халық тексеруден өтті. Сонымен қатар мына онкоскрининг дегендер бар. Онкоскринингке 3 жаңағы скрининг жатады. Соның ішінде мысалы ең жиі кездесетін ауру ол сүт безінің обыры. Сүт безінің обырының жаңағы алдын алу мақсатында біздерде бүгінгі таңда 39 мыңның үстінде адам профилактикалық тексеруден өтті бүгінгі таңда. Сонымен қатар жатыр мойны ісігіне қарсы 30 мыңның айналасында әйел адамдар тексерістен өтсе, 41 мың адам ол жаңағы тікшек обырынан алдын алу бағытына скринингте өтті. Сонымен қатар былтырғы жарты жылдық 22 жылдың екінші жарты жылдығынан бастап ауыл тұрғындарына арналған әдейі скринингке үкімет тарапынан ақша бөліп, енді ол 18-29 31-40 аралығындағы 45 мыңдай адам жаңағы тексеруден өтіп, оның ішінде 1360 адам сырқат анықталған болатын. Олар анықталып, ары қарай жаңағы жақсарту керек, емдеу керек, сол бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Яғни ауру белгілері күні бұрын анықталса, соғұрлым емдеуде жеңілдірек болады дейсіз ғой. Бұдан содан кейін жаңа есіңізде болар, 22 жылдары, 22-21 жылдары біздің облысымызға 12 медициналық кешен әкеліп берілген болатын. Сол 12 медициналық кешен алыс ауылдардағы біздің ағайындарымыздың бәрін аралап, оларға жаңа профилактикалық көмек көрсетіп, оларды профосмотр дейміз өткізіп, биыл сол 12 кешеннен 45 мыңның үстінде адам көмек алып, оның ішінде жаңағы профилактикалық емдеу тәсілдерін пайдаланып, сол адамдарға көмек көрсетілді. Енді тұрғындарды тегін дәрі-дәрмекпен қамту мәселесі немесе мына озық емдеу мекемелеріне квотамен жібересіздер ғой? Сол жағы қалай болып жатыр? Жақсы, онда бұл сұрағыңызды екіге бөліп айтайын. Біріншіден жаңағы дәрі-дәрмекке тоқталатын болсақ, биыл біздің облысымызға республикалық бюджеттен 8 миллиард теңге тек қана тегін дәрі-дәрмекке бөлінді. Сонымен бірге сирек кездесетін ауруларға, орфандық аурулар деп айтамыз ғой, оларға 400 миллион теңге жергілікті бюджеттен бөлінді. Оның бәрі жаңағы халыққа көрсетіліп жатқан қамқорлық. Бұлайынша жаңа түсіністік болу үшін айта кетейін десем, мысалы 8 миллиард мемлекеттік тарапынан бөлініп жатыр ғой, тек қана дәрі-дәрмекке. Түсіністік болу үшін айта кетейін десем, мына біздің көп бейінді қалалық аурухана жаңадан салынған бүкіл қондырғылармен бірге сол жылдары 10 миллиард теңгеге салынған болады. Бұл жерде 8 миллиард жыл сайын тек қана тегін дәрі-дәрмекке бөлініп отыр. Бұның бәрі халыққа жасалып жатқан қамқорлық деп есептеймін, үкімет тарапынан. Сонымен қатар 400 миллион теңге облыс тарапынан бөлініп жатқан жақсы. Енді екінші сұрақ квота бойынша да айта кетейік. Енді адамдардың жаңағы емделу керек. Енді біздің өзіміздің облысымызда емделгендерден басқа квотамен емделу үшін 2022 жылы 3970 адам жаңағы квотамен республикалық орталықтарға барып емделген болатын. Биыл да сол шама 2900 сол шақта адам емделді. Енді бүгінгі таңда жаңағы кезегін күткенде ұзақ күтпейді, ол 1 жұма, 2 жұма жаңағыдай отырған кезегін күтіп, квотамен жаңағы орталықта барып емделуге 43 адам қазір кезегін күтіп отыр, олар Алла қаласа барады. Жаңағы барып емделетін жерлері олар ғылыми көз орталығы, нейрохирургиялық орталық, кардиохирургиялық орталық, ана мен бала орталығы. Шетелге ешкім барып жатқан жоқ. Көбіне біздің сол орталықтар біздің жаңағы потребность дейді, біздің қажеттілігіміз, сұранысымызды жауып отыр.
Енді өңірде мемлекеттік медициналық нысандардан бөлек жеке клиникалар, жеке емдеу мекемелері де ашылып жатыр. Бұл да өз кезегінде осы саладағы бір бәсекелестікті арттырып, халыққа қызмет көрсету сапасын арттырады ғой. Бәсекелестік болу керек деп есептеймін. Бәсекелестік болу керек деп есептеймін. Өйткені олар да жаңағы жеке кәсіпкерлер, бірақ олардың көбі үкіметтің жаңағы тапсырыс алады. Сондықтан оларда жаңағы аккредитациясын өтеді, тағы да басқа. Сондықтан оларда бәсекелестікке өздерін шыңдайды. Сол бәсекелестікпен бірге жаңағы сапалы медициналық қызмет көрсетуге тырысады. Енді олардың да пайда болуы біздің үкіметтік медициналық ұйымдарға да үлкен сын, үлкен жаңағы тәртіп болады. Өйткені жаңағы мемлекеттік тапсырысқа арада бәйге талас болады ғой, енді қайшылыққа. Енді мемлекеттік мекемелерде қағаз көп, қағаз бастылық деп осы сынға алып жатады ғой. Осы турасында не айтар едіңіз? Цифрландыру жүйесі нәтижелері. Енді былай айтсақ, әрине, бұрынғымен салыстырғанда ауруханаларға, емханаларға барған адамдарды көбін тыңдап отырсаң, олардың арыз шағымдары содан басталады. Мен дәрігерге кірем, дәрігер маған қарамастан компьютерге қарап отырып, мен қандай жаңағы арыз шағымыз бар деген сияқты сұрақтар қоя бастайды. Маған қарамайды, компьютер қарап отырады деп. Енді ол бүкіл әлемде болып жатқан нәрсе. Бүкіл әлемде болып жатқан нәрсе. Өйткені қазір енді цифровизация, технологияның дамыған заманы, жаңағы паспорт, электронный паспорт дейтін бар, солай емес пе? Сондықтан дәрігерлер ол келген сырқатты қарау, ол жаңағы электрондық бағытта оның бүкіл көрсеткіштерін жазу, ол керек нәрселер әрине. Өзінің әрине оның оң, сол жақтары бар ғой, жаңағы болып отқан нәрселердің. Енді бірақ онсыз да болмайды. Онсыз да болмайды жаңағыдай. Оның бүкіл көрсеткіштерін, оның бүкіл арыз шағымдарын сол системаға салу керек. Өйткені ол системада сақталады. Ертең ол басқа жерге барып емделген кезде системаны ашады да, жаңағы қағаздағыдай емес қой. Қарап, көріп отырғаннан кейін ол керек нәрсе, керек дүние. Ерлан Миллионұлы, жаңа алдын алу шаралары жөнінде жақсы айттыңыз ғой, соның ішінде обыр профилактикасы жөнінде айттыңыз. Осы тақырыпқа қайтадан ойысайықшы. Енді профилактика өз алдына, содан кейін емдеу шаралары қалай жүргізіліп жатыр? Өңірде обырдың қай түрлері асқынып тұр? Немесе оларды емдеу кезінде қандай аппараттар қолданылады? Қандай оталар жасалып жатыр? Жалпы өңірдің әлеуеті қандай? Енді айтып кетсек, біздерде обыр ауруына қарсы диспансеріміз бар. Ол диспансер 11 жылы күрделі жөндеуден өтіп, жаңа нысан салынған болатын. Қазір енді жалпы обырға келетін болсақ, әрине ең қорқынышты, ең қиын ауру, мысалы, адамның құдай басқа бермесін, қиын сырқат. Әрине сол обыр ауруымен біздің облысымызда жалпы 8400-дің үстінде адам сырқаттанған. Диспансерлік учетте тұрады. Диспансерлік учетте. Соның жаңағы былай салыстырып қарасақ, ең бірінші орында ол сүт безі, жаңағы сүт безі обыры, омырау. Ең бірінші орында. Екінші орында жаңағы ол өкпе обыры. Үшінші орында асқазан, төртінші орында тікшек обыры кездеседі. Енді бұлай айналып келгенде өз манамен профилактикалық жағдайлар, скрининг, жаңағы тексерулер туралы айттым ғой. Менде биылға жаңағы шығып отқан 236 әзірге 236 адам биылға обыр ауруына шалдығып отыр. Енді обыр ауруын қазіргі мен жалпы қарап отырған көрермендерге де айта кеткім келеді. Обыр ауруы ол қорқынышты емес, жаңағы егер оны алғашқы сатысында анықталса, алғашқы сатысында анықталып, алғашқы сатысында емдеуге, онымен күресуге кірсек, ол обырдың жаңағы жеңіп шығуға болады деп есептеймін. Сондықтан жаңағы оны емдеуге біздің жаңағы потенциал жеткілікті ауруханамызда, диспансерімізде. Енді оның жаңағы емдеудің 3 тәсілі бар.
Біреуі хирургиялық жолмен, екінші химиотерапиялық жолмен, үшіншісі сәулелік жолмен. Енді сәулелік жолға тоқтайтын болсақ, біздерде былтыр емес, биыл 23 жылы жаңағы мемлекеттік жекеше әріптестігінің арқасында государственное частное партнерство айтады. Соның аясында біздің облыстық онкологиялық диспансерге линейный ускоритель деген аппарат жаңағы қойылған болатын. Ол аппарат жаңағы Varian деген компанияның шығарылған, Америкада шығарылған аппарат. Ол жаңағы сәулелік жолмен емдейді обырды, заманауи қондырғы деп айтуға болады. Толықтай. Өйткені Қазақстанда ондай аппарат бізде, сосын тағы да бір Алматы қаласында бар, бізде бар, әзірше. Өте жаңағы заманауи. Онымен жаңағы обырдың түрлерін емдеген кезде, алғашқы сатыда емдеген кезде өте жақсы көрсеткіштер береді. Өте жақсы көрсеткіштер береді. Ол аппараттың құны 5 миллиард теңгенің аясында, шамасында. Бұл да енді үлкен қолдау ғой. Үлкен қолдау, үлкен көмек жаңағы. Бізде ол аппараттардың тілін білетін мамандар да кәсіби дәрігерлер жетеді ғой. Бізде кәсіби дәрігерлеріміз бар. Ол жаңағы сол аппарат бойынша резидентураны бітіріп келген дәрігеріміз бар. Қасында физик көмекшілері бар деген сияқты да. Сонымен қатар біздерде екінші әдісі обырды емдеудің ол химиотерапия, дәрімен емдеу. Дәрімен. Енді бірақ обырды емдейтін дәрілер олар бөлек болады, химия препараттар. Оны үкімет жаңағы тегін түрде қамтамасыз етіп отыр бүгінгі таңда. Енді ол емнің түрі де әрине алғашқы сатыда қолданылған болса, ол жаңағы адамның 100% жаңағы сауығып шығуына үлкен өзінің көмегін береді. Сонымен қатар тағы да жаңа айта кетсек, емдеудің тағы бір түрі ол хирургиялық жол. Біздерде енді облыстық онкологиялық диспансерда жақсы хирургтарымыз бар. Солардың біріміз аузымызды толтырып айта кететін ол біздің әріптесіміз Тайман Төлеғалиұлы Аманов, жаңағы медицина ғылымдарының кандидаты, доктор. Жақында мына бұқаралық ақпарат құралдарына өздеріңіз көріп отырсыз Тайманның тігісі деген. Енді ең күрделі обырдың жаңағы отаның біреуі ол өңешке жасалатын ота. Ол отаға мысалы кірген кезде біздің жаңағы хирургтар олар 7 сағатқа шейін аяғынан тік тұрып жасайды жаңағы отаны. Ойлап қарасаңыз үлкен жұмыс. Таңертең кіргеннен кешке шейін жаңағы отаны жасап шыққанша оның күрделі сатыларында сондай еңбек етеді. Сол жаңағы ол Тайман Төлеғалиевич өзінің жаңағы мына ойлап шығарған әдісі бойынша сол жаңағы күрделі отаны кішкене қарапайым жолмен жасайтын әдісін тауып, қазір енді кішкене аз уақытта жасалады. Жаңағы онымен қатар аурудың тезірек сауығып кетуіне үлкен көмегін береді. Ол әдіспен жасалған. Сондай жаңағы жағдай. Енді әрине онымен қоймай біздің ондай мамандарымыз өздерінің артынан келе жатқан жас мамандар. Соны сұрайын деп отырғанмын, тәлімгерлік жүйесі. Тәлімгерлік. Оларды жас мамандарды үйретеді. Үйретуге тиісті де, әрине үйретеді. Әрине жақсы хирург маман болып шығу үшін адам үйрену үшін оған кемінде 10 жыл керек. Кемінде 10 жыл керек. Өйткені 10 жылсыз ол өзін мен жаңағы бәрін білем, көп нәрсені білем деп айту өте қиын. Үлкен жаңағы еңбек керек. Сонымен қатар біздерде әрине тәлімгерлік жағынан біздерде облысымызда әр мамандық бойынша жаңағы бас мамандар штаттан тыс, облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс мамандар болып есептеледі. Ол эндокринолог, ол травматолог, ол сол невролог, сол жаңағы хирург дәрігер, осы лор, барлық мамандар. Әрине олар жаңағы
жас мамандарды оқыту, үйрету, оларға жаңадан әдістерді таныстыру бағытында еңбек етеді. Бағыт бағдар береді дейсіз ғой. Бағыт бағдар береді. Сонымен қатар біздер жаңағы меморандумымыз бар Ақтөбедегі Марат Оспанов атындағы университетпен. Сонымен қатар біздерге жаңағы нейрохирургия орталық жаңағы өте жақсы көмектеседі. Травматологиялық орталық Астанадағы өте жақсы көмектеседі. Келіп әлсін-әлсін мастер-класстар. Енді кардиодиспансер өзімен өзі көптеген жаңағы мастер-класстар, оның бәрі жаңағы білімін шыңдауға, жаңағы өзінің дәрежесін көтеруге тырысады. Мысалы, жылма-жыл бұрын біздің жер Оралымызда мына Батыс Қазақстан жасалмайтын жаңадан бұрын жасалмаған әдістер, хирургия, ота жасау бағытында, басқа да ауруларды емдеу бағытында жылма-жыл жаңағы өзінің бізден бастамасын тауып, жайлап білгілеп үйреніп жасап жатыр. Еліміздің әр аймағындағы емдеу мекемелерімен тығыз жан-жақты байланыс орнатылған дейсіз ғой. Орнатылған. Енді Ерлан Миллионұлы тағы бір мәселенің шеті шығып отыр. Мына ауылдық жерлерде, мысалы, дәрігерлік амбулатория болу үшін, фельдшерлік акушерлік пункт салу үшін біздің бір критерийлер, өлшем шарттар бар ғой, стандарттар бар. Халық саны жетуі тиіс. Әрине, мысалы, сол жөнінде тарқатып айтыңызшы. биыл мысалы көптеген жерлерде дәрігерлік амбулатория салынып жатыр. Онымен қатар фельдшерлік акушерлік пункт, медпункттер салынады. Кейбір жерлерде біздің жаңағы жергілікті тұрғындар айтып жатады, мына жерге бізге дәрігер керек еді. Бірақ ол жерде фельдшерлік акушерлік пункт. Енді біздің жаңағы министрліктің бұйрығы бар, бұл бойынша өзінің нормативі бар. Мысалы, халықтың саны 50-ден ары қарай, ол жерде медпункт болады. Медпунктте енді бір жаңағы фельдшер ғана, медсестра, сол жерде қандай жаңа маман сол жұмыс жасайды. Оның жаңағы алғашқы медик-санитарлық көмек көрсетеді. Одан кейін жаңағы адам саны жаңағы 500-ден асады, 500-ден асып жаңағы 1000-ға шейін, ол жерде фельдшерлік акушерлік пункт болады. Енді адам саны 1000-ның үстінен шыққаннан кейін 1200, 1300 арға кеткен, ол жерде врачебный амбулатория. Өйткені өзінің әр жаңағы нормативтері бар. Сол нормативтер бойынша жаңағы сол нысандар сол жерде жұмыс жасайды. Бірақ әрине, ол мысалы мына жерде фельдшерлік акушерлік пункт деп тек қана ол жерде халық дәрігердің қарауынсыз қалмайды. Мысалы, аудан орталығындағы аурухана бар. Мысалы, фельдшерлік акушерлік пунктқа бекітілген дәрігер бар. Ол дәрігер жұмысына 2 рет сол жаққа жаңағы шығады. Қажет болып жатса жақтан жаңағы хабарлама түссе, неше рет бару керек, сонша рет барады. Жедел жәрдем керек болып жатса. Ал бұлай жаңағы жоспарлы түрде жұмысына 2 рет шыққанның өзі барады, сырқаттанып жүрген адамдарды қабылдау жүргізеді. Сол жерде жаңағы емдерін тағайындайды. Болмаса оларға жаңағы аудандық ауруханаға, болмаса облыстық ауруханаға жолдама береді. Сондықтан ол медпункт, фельдшерлік акушерлік пункт дегенмен халық қараусыз қалмайды. Жақсы, енді Ерлан Миллионұлы хабар соңында басқарма басшысы ретінде, дәрігер ретінде көрермендерге, өңір тұрғындарына өз кеңесіңізді берсеңіз. Өзімнің кеңесін бергенде, мысалы, айта кететін бір айта кетсек, біздерден, дәрігерлерден, жаңағы айтып тұр ғой, заманауи техника болсын, жақсы дәрігер болсын, керемет аурухана болсын, бірақ біздер адамдардың денсаулығына көп болса 10-15%-тен артық көмегіміз тигізілмейміз. Ары қарай ол адамның өзіне байланысты. Ол мысалы өзін өзі жас кезінен дұрыстап тәрбиелесе, адам өзінің тәрбиесімен айналысса, айтады ғой, у правильных людей должна быть правильная привычка деген сияқты дұрыс әдет болу керек. Зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Мысалы, адам ауырғысы келмесе, сол темекі тартпаса, никотин, өзі салауатты өмір салтын ұстанса, сақтансаң сақтайын дейді, осылай емес пе? Дұрыстап тамақтанса, жаңағы өзінің бос уақытын дұрыс пайдаланса, оның бәрі денсаулыққа байланысты. Солай емес пе? Ол қаншама сен жаңағы зиянды әдеттермен
арақ, темекі, тағы да басқа толықтау, ожирение, тағы басқа ештеңе қарамай, тек ана жерде заманауи қондырғы бар, дәрігер бар, ертең мені аман алып қалады деген ол қате әңгіме. Сосын ең басты нәрселердің біреуі манадан бері айтып жатырмық қой, мына бағдарламамыздың басынан бері қаншама скрининг болып жатыр, қаншама профосмотр болып жатыр, қаншама біздің 12 кешенмен жүріп 45 мың адамды қарады деп жатырық, солай емес пе? Бірақ сол әрбір адам өзінің жылына ең болмаса 2 рет профилактикалық тексеруден өтіп тұрса, солай емес пе? Өзінің денсаулығынан аздап сыр бергенін байқаса, дәрігерге барып уақытында жүгінсе, онда біздер ерте сатыда кез келген ауруды емдеп шығаруға оңай болады. Сондықтан сол өзінің денсаулығына жақсылап қарап, солай өмір сүрсе деген. Ерлан Миллионұлы уақыт тауып, студияға келіп сұрақтарымызға жауап берген үшін көп рахмет. Өңірдің медицина саласы алдағы уақытта да қарқынды дами берсін. Ел алдындағы еңбектеріңіз жемісті болғай. Рахмет. Қадірлі көрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Денсаулығымызға деген жауапкершілікті ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.